Мен Нугуманова Перизат Шапизатовна, Тұрсабеков атындағы орта мектеп бақшасы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі педагогикалық бастама байқауына қатыса отырып, сандық ресурстар қолданылған үздік тапсырмалар жинағы номинациясы бойынша өзімнің әдістемелік әзірлемемді ұсынып отырмын. Сөйлемді жалғастыр әдісімен бүгінгі сабағымызды ұйымдастырып аламыз, иә? Бүгінгі сабағымыз әділ болу дегеніміз дауысын шығарып айтамыз, жақсы. Аят, иә, әділ болу дегеніміз не? Жақсы. Хамза, әділ болу дегеніміз не? Шыншыл болу. Жақсы. Азия, әділ болу дегеніміз не? Әділ болу жақсы. Нұр, әділ болу дегеніміз не? Жақсы, өтірік айтпау. Жақсы, осымен балалар, сонымен қатар балалар, өз уәдесіне беріп көр, өз ісіне жауапкершілікпен қарауды біз әділ болу деп айтады екенбіз. Ondan esti alamız deyik Hamza. Жақсы. Келесі ескелі ғой. 7 yaşta tabii 7 yaşta ondan da esti alamız deyik. Неше болады? 5 болады. Жақсы. Келесі болса. Жақсы. Нұр келе ғой. Дейді тәңір естірі сәйді жақсы болады екен. 10. Жақсы. 3 yaştan da 8'de 2'ni басса қанша болады? 10. Келесі Тамирис. Нұр келді. Сабақты Нұр келді түсінген екен. Жақсы келесі. Жақсы. Зияс сабақты түсінген екен. Келесі Нұр. Тезек дейді, бала Қали. Хамза сабақты түсініпті бүгінгі жақсы есепті жақсы шығарды. Аятке келе ғой. Аякені көрейік. Аякке сабақты түсініп екен бүгінгі. Жақсы. Аякке де бүгінгі сабақты түсінген екен, е? Қане? Жақсы. Айқын сабақты түсініпті. Келесі. Хамиди сабақты түсінген екен. Енді келесі. Зияр сабақты түсіндің бе? Енді сұрақтарың бар ма? Зияр сабақты түсінген екен балар. Зияр сабақты түсінген екен.